Қайырлы күн Абай Лайф YouTube арнасының тыңдармандары, тұрақты көрермендері. Бүгін біз сіздерге кезекті шығарылымды ұсынбақшымыз. Бұл жерде бір емес бірнеше мәселе төңірегінде сөз қозғаймыз. Нақтырақ айтқанда, банк секторындағы экономикадағы соңғы жағдайларға қатысты кейбір маңызды деген ақпараттармен бөліскіміз келеді. Өздеріңіз білетіндей, Ресейге қарсы салынып жатқан санкциялардың әсері біздің банк секторына да тиіп жатыр. Әсіресе бұл Қазақстанда жұмыс істейтін үш бірдей ресейлік еншілес банкке қатты ауыр тиді. Бұлар Сбербанк, Альфа-банк және ВТБ банк. Сбербанк біздің нарықтағы ең ірі ойыншылардың бірі. Активтер көлемі бойынша, капитализациясы бойынша, өтімділігі бойынша ешқашан үздік бестіктен түскен емес. Альфа-банкте жақсы сервисті жолға қойған қаржы институтының бірі. Бұл қатарға жақсы деген банктердің санатына ВТБ-ны да кіргізе алатын едік. Бірақ өздеріңіз білетіндей, санкцияның соққысы өте ауыр тиді, және бұл ең ірі деген ойыншылардың өзін нарықтан ығыстырып тастап жатыр. Халық банк Сбербанктың 330 миллиард теңге көлеміндегі несие портфелін сатып алды. Бұл дегеніңіз, яғни Сбербанктың клиенттері ендігі кезекте Халық банктың клиенттері. Енді олар несиесін Халық банкке төлейді. Бірақ несие мерзімі, пайыздық ставкасы, несие сомасы, ай сайынғы төлем көлемі дәл бұрынғыдай қала береді. Оған еш алаңдауға негіз жоқ. Сберден халыққа қандай кредиттер өтті? Олар негізінен кезіндегі 2015-2018 жылдар аралығында жүргізілген бұл Қазақстан даму банк арқылы берілген жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасының кредиттері, сондай-ақ мәжбүрлі түрде алынған несиелер, аса қатты қажеттілікке байланысты ипотекалық несиелер де бар. Бұны Үмітжай Ахметова, Халық банк басқарма төрағасы айтып өтті. Оның айтуынша, негізінен мерзімі кешіктірілмеген, тәртібі жақсы несие портфелі Халық банкке ауысты. Сондай-ақ 105 миллиард теңге көлеміндегі мынау даму мемлекеттік бағдарламасы аясында берілген сапалы несие портфелі де осы Сберден халыққа ауыстырылды. Ал Альфа-банкты өздеріңізде естіген шығарсыздар, банк Центр кредит сатып алды, 100% акциясына иелік етті. Қазір оны қайтадан ребрендинг жасап жатыр. Сөйтіп, оны бұдан былай Альфа-банкты Эко Центр банк деп атайтын болды. Бұл туралы Қазақстан қор биржасы сайтында жарияланды. Эко Центр банк, енді банк Центр кредиттің қарамағында жұмыс істейді. Банк Центр кредит өз кезегінде осы Альфаны ақш-тың және басқа да батыс елдердің санкциялық тізімінен шығарып алуға тырысып жатыр. Енді біз осы тақырыпқа келейік. Жалпы ақш ресейлік банктердің счеттарын бұғаттап тастады. Оларға операцияларын жүргізуге мүмкіндік берген жоқ. Тиісінше бұндай қатаң шектеулерден кейін олардың нарықта жұмыс істеуінің өзі қиынға соғатындығы түсінікті еді. Енді жақында осы ОФАК деп айтылады, ақш қаржы министрлігінің санкцияларға жауапты бөлімі. Осы бөлімнің рұқсатымен Қазақстандағы еншілес ресейлік банктер сатылымға шығарылып жатыр. Енді Қазақстан қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымованың айтуынша, қазіргі кезде қазақстандық осы үш банк, Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ банктың үш банктың барлығын қоса есептегенде 9,2 миллиард теңгесі бұғаттауда жатыр. Яғни қозғалыссыз пайдаланылмай жатыр. Ешқандай операцияға, ешқандай төлем аударымға жарамайды. Негізінен бұл үш банктың шетелдік валютадағы корреспонденттік шоттары бұғатталған.
оны енді шешу оңайға соқпайды. 9,2 миллиард теңге дедік, соның ішінде 2,7 миллиарды Сбербанктікі, 6,2 миллиардтікі Альфанікі, және 0,3 миллиард теңгесі бұл ВТБ банктың корреспонденттік счеттарындағы қаражат. Қазіргі кезде енді бағанада айтып өттік, Банк Центр Кредит осы Альфа банкты санкциялық тізімнен шығаруға тырысып жатыр. Бұл жерде енді корреспонденттік шот дегеніміздің өзі не деген сұрақ туады? Корреспонденттік шот дегеніміз банк аралық аударымдарды жүргізуге арналған шот. Біздің әрқайсымыздың өзіміздің шотымыз бар, және мысалға заңды тұлғалар есеп айырысу шоттарын ашады деген сияқты. Сондықтан банк пен банк арасындағы қандай да бір қаржы аударымдарын жүзеге асыру үшін корреспонденттік шот ашуға тура келеді. Міне осындай шоттар қазіргі таңда жабық тұр. Енді Мадина Әбілқасымованың айтуынша, қазір өзімізге белгілі Сбербанктың, Альфаның, ВТБ-ның, енді ВТБ-ның көп жағдайда аударымдар мен төлемдерге қатысты қиындығы жоқ. Олардың қандай да бір активтері, қандай да бір шоттарының бұғатталғандығы жайлы әзірге нақты ақпарат жоқ. Ал қалған Сбербанк пен Альфа банктың клиенттері, олар ақшасын пайдалана алмай отыр. Сондықтан да Мадина Әбілқасымованың айтуы бойынша, Сбербанк пен Альфаның клиенттері ОФАК-тың ресми сайтына кіріп, арнайы форманы толтырып, өздерінің шоттарын бұғаттан босатуға мүмкіндік алады. Сондықтан да осы Сбербанк пен Альфа банктың клиенттеріне айтатынымыз, егер сіздердің шоттарыңыз бұғаттауда жатқан болса, онда осы сайтқа кіріп, өздеріңіздің арнайы форманы толтыру арқылы осы интернет ресурстың көмегімен шоттарыңызды бұғаттан шығаруға өтінім жібере аласыздар. Ал енді жалпы бұл банктердің тағдыры қалай болады дегенге келетін болсақ, түрлі әңгімелер айтылуда. Сбербанкты қазақстандық Бәйтерек холдингі сатып алады деген әңгіме бар. Бірақ ол туралы әзірге ресми мәлімет шыққан жоқ. Жақында Сбербанк, негізгі Сбербанктың өкілі, яғни Ресейдегі Сбербанк өкілі Тимур Козинцев қазақстандық еншілес банкке, Сбербанкке таяу шығыс елдерінен де, Түркиядан да, Қазақстаннан да инвесторлар үлкен қызығушылық танытып отыр деп мәлімдепті. Оның қаншалықты шындыққа жанасатындығы белгісіз, өйткені әлі күнге дейін қандай да бір нақты инвестор тарапынан Сбербанкты сатып алуға қатысты әңгіме шыққан жоқ. Жалпы бұндай проблемалық банкты сатып алудың өзі үлкен қиындық екендігі белгілі. Мысалға, Евразиялық банктың басқарма төрағасы Валентин Морозов жақында Алматыда брифинг өткізіп, ол жерде санкцияға іліккен қаржы институттарын сатып алуды қажетсіз деп санайтынын айтқан болатын. Оның айтуынша, Евразиялық банк басшылығы Альфа банкты біраз зерттеген, нәтижесінде оны сатып алған ақшаны Альфа банкты сатып алуға жұмсағаннан гөрі, одан да оны өзіміздің органикалық тұрғыдан дамуымызға жұмсайық деп шештік дейді. Тіпті оның несие портфеліне дисконтты ескергеннің өзінде де біз ондай қадамға барғымыз келген жоқ. Басшылығы ВТБ банкты мүлде қарастырмағандарын айтады. Оның айтуынша, Сбербанкты сатып алуға Евразиялық банктың ақшасы жетпейді. Өйткені оның командасы жақсы, активтері жақсы, жалпы өте қымбат тұратын банк, сондықтан оны кез келген екінің бірі сатып ала бермейтіндігі белгілі. Ал енді оны Бәйтерек холдингі сатып ала ма дегенге келетін болсақ, бұның жүзеге асуы қиындау шығар деп жауап береді Морозов. Жалпы біздің ойымызша да, бұндай мемлекеттік, квази енді мемлекеттік сектордағы компания Бәйтерек холдингі, жалпы осындай қандай да бір мемлекет өкілінің банкке иелік етуі бұл қисынсыздау дүние сияқты. Өйткені банкке жеке кәсіпкерлер, жеке акционерлер басшылық жасап, бәсекелестікті дамытып, сөйткенде ғана біздің қаржы нарығы, біздің банк секторы өрлейтін, өсетін секілді болып көрінеді. Міне, қадірлі достар, біздің сіздермен бөліскіміз келген ақпараттарымыз осы. Алдағы уақытта біздің экономикамызда, банк қаржы секторында, қор нарығында болып жатқан түрлі оқиғалармен, түрлі ақпараттармен ер уақытында сіздерді таныстырып отырғымыз келеді, және алдағы уақытта құнды, маңызды сұхбаттар ұсынамыз, және осындай шығарылымдар жасап отыратын боламыз. Сіздерден бізге керек көмек, ол әрине лайк, комментарий, бөлісу және каналға жазылу. Баршаңызды күтеміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.